Құрметті әріптестер, ұстаздар және қонақтар, бүгінгі вебинарға қош келдіңіздер. Біздің кездесуіміз Алматы қаласының ағылшын тілі мұғалімдері әзірленген авторлық жұмыстарымен таныстыруға арналған. Бұл тәжірибе алмасу және идеялармен бөлісу және ұстаздардың шығармашылық еңбегін насихаттау үшін керемет мүмкіндік. Здравствуйте, уважаемые участники! Очень рада встрече и надеюсь, что наш разговор будет полезным и продуктивным. Қайырлы күн, әріптестер. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы ағылшын тілін оқытуда 10-11 сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын арттыру. Көрініп тұр ма, қыздар? Қыздар, көрініп тұр ма демонстрация? Көрініп тұр. Рахмет. Так, мазмұны функционалдық сауаттылық деген не? Функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған әдістер мен тәсілдер. 10-11 сынып оқушыларында функционалдық сауаттылықты арттыру жолдары. Негізгі бағдарламаның мақсаты ағылшын тілі бойынша орта білім беру шеңберінде 10-11 сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту бағдарламасының мақсаты оқушылардың өмірдің түрлі салаларында табысты қарым-қатынас жасау үшін қажетті тілдік дағдылар кешенін дамытуға бағытталған тиімді оқыту жүйесін құру болып табылады. Бұл мақсатқа жету үшін біріншіден тыңдау және ауызша сөйлеуді түсіну дағдыларын дамыту, оқу дағдыларын жетілдіру, жазу дағдыларын дамыту, ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту, лексикалық және грамматикалық багажды дамыту, халықаралық емтихандарға дайындық, ағылшын тілін үйренуге деген қызығушылықты арттыру деп есептеймін. Енді бұдан күтілетін нәтижелер: біріншіден тіл дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік құзыреттілікті арттыру, халықаралық емтихандарға сәтті дайындық, сыни ойлауды дамыту, ағылшын тілін үйренуге деген ынтаны арттыру, халықаралық қарым-қатынаста белсенді қатысуға дайындық, оқу үлгерімі мен академиялық жетістіктерін арттыру. Енді функционалдық сауаттылық дегеніміз не? Функционалдық сауаттылық бұл оқушының нақты өмір жағдайларында алған білімін тиімді пайдалана білу қабілеті. Оқушылардың мәтіндерді түсіну, ақпаратты таңдай білу, шешім қабылдау және коммуникативтік дағдыларды дамыту. Оның құрамына оқылым, тыңдалым, жазылым және сөйлеу дағдылары кіреді екен. Ағылшын тілін оқытуда функционалдық сауаттылықты дамыту мақсаттары: оқушылардың оқу және жазу дағдыларын жетілдіру, оқушылардың күнделікті өмірде кездесетін түрлі жағдайларға ағылшын тілінде жауап бере алатын қабілеттерін арттыру, коммуникативтік құзыреттілікті дамыту, мәтіндермен жұмыс жасау және ақпаратты таңдай білу дағдыларын жетілдіру. Функционалдық сауаттылықты дамытудың бірнеше әдістері бар. Біріншіден, әңгімелесу және пікірталас. Оқушыларға ағылшын тілінде пікір білдіруді үйрету. Дебат және топтық жұмыстар арқылы функционалдық дағдыларды дамыту. Жазбаша жұмыстарда рефераттар, эсселер, хат жаздыру. Әртүрлі стильдегі мәтіндермен жұмыс жасау. Аудированиеде тілдік жағдаяттарда тыңдалым дағдыларын дамыту. Ағылшынша бейне мазмұн, радио хабарлар тыңдату. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру үшін мынандай тапсырмалар беруге болады. Тақырып бойынша эссе жазу. Мысалы, оқушылар өз ойларын ағылшын тілінде жазып, тілдік құрылымдарды дұрыс қолдану дағдыларын дамытады. Құжаттарды оқу және талдау. Күнделікті өмірде кездесетін ақпараттық мәтіндермен жұмыс жасау. Мысалы, реклама, жарнамалар, ресми хаттар деген сияқты. Содан кейін рөлдік ойындарды алса болады, әртүрлі әлеуметтік жағдайларда қарым-қатынас жасау үшін. 10-11 сынып оқушыларында функционалдық сауаттылықты арттыруда технологияларды қолдану. Мысалы, біз интерактивті тақта және электрондық ресурстар қолданамыз. Оқушылардың тыңдалым дағдыларын дамыту үшін бейне мазмұн, аудио материалдар қолдануға болады. Онлайн платформалар мен қосымшаларда, мысалы, Duolingo, Quizlet және тағы басқа құралдар арқылы сөздік қорды байытуға болады. Жобалық жұмыстар беруге болады. Оқушыларды шығармашылық жұмыс жасауға ынталандыру арқылы критикалық ойлау дағдыларын дамыту. Қорыта келгенде, ағылшын тілін оқытуда функционалдық сауаттылықты арттыру оқушылардың жалпы білім беру деңгейін көтеріп, оларды нақты өмірде тіл арқылы тиімді қарым-қатынас жасауға дайындайды. Әртүрлі әдіс тәсілдер мен құралдарды қолдану арқылы оқушылардың дағдыларын жетілдіруге болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.
басқа Құрметті әріптестер, біз ұсынылып отырған авторлық бағдарламалар әр мектеп гимназиялар үшін немесе бәрібір Алматы қаласындағы бүкіл мектептер үшін тиімді деп санаймыз. Әр бағдарламаның өзінің көтеретін жүгі бар, көтеретін тақырыптары бар. Сіздер өз мектептеріңізде осы бағдарламаларды қолданып ұсынамыз, бізден тәжірибе алмасамыз десеңіздер, мархабат. рахмет, бәріңізге рахмет айтамыз. Өте тиімді болды. Жасаған элективті курстарыңыз оқушылардың тілін дамытуға, шығармашылықпен жұмыс жасауға, алған білімдерін кез келген орында қолдануға мүмкіндік береді. Үлкен рахмет айтамыз.